Сонауал жылдардан ғасырлардан бері ата бабалардан мұра бол сақталып келді. Ұрпақтан ұрпаққа халқы өз әдебиеті мен ақынның жырлары қазірге жетті міне. Ал қазір бәрі басқаша, заман өзгерді бәрі жаңаша. 21-ші ғасыр, бұрынғыдай кітапқа тарту жүрмейсің тасып. Интернет желі үйден ақ тетікті басып, мегабайттар болса ғана жетеді. Жүктеп алып тыңдайсың, ұнамаса себетке қиын ештемесі жоқ, өте қолайлы. Сондықтан болар рэпермін дейтіндер саны ұлғайды. Бұл енді біруге өте қызықта болар. Бірақ адамдар сөздеріне жауап беруді ұмытқан және басқасы. Атақ құмар бірі жалаң, алу үшін адам жоқ бас ауыртқан. Қалай болған менде, менің жағдайым өзгеше, шынайы боп қалу маңыздырақ мен үшін, сол үшін. Тек соңына дейін ендеше өткен мен бүгін және атар әр күн. Тарихтың қойнауында сыр жетеді ақын, шындықты жырлайды жылдардан ғасырға оқиғасы оның. Бұл біздің өмір, өткен мен бүгін және атар әр күн. Тарихтың қойнауында сыр жетеді ақын, шындықты жырлайды жылдардан ғасырға оқиғасы оның. Бұл біздің өмір. Көбінің атын көбісі білмейді, барақта ақынның жырлары ешқашан өлмейді. Алмаған бәрібір студия не үйде, жайықтың жағасынан құрметпен игі. Шынайы жандарға сәттілік майданда, қазақ қамын ойлап жүрген бір аздарға. Ал қалған жалғандар ертеке жоғалар. Нағыз рэп бәрібір өзінікін алар. Мен қазақпын, мен ақынмын, сондықтан айтарым бар менің халқыма. Егер сен қазақша ақсан, бұл альбомды тыңда, бұл тек басы ғана, бәрі әлі алда. Ерінбеген жемісін көреді, түбінде өмірлік шайқаста кім жеңерін уақыт көрсетер. Қазақ деп жырлап өтем соңғы демін біткенше, нағыз қазақ деп біліңдер, қазақ тапсам егерде. Өткен мен бүгін және атар әр күн. Тарихтың қойнауында сыр жетеді ақын, шындықты жырлайды жылдардан ғасырға оқиғасы оның. Бұл біздің өмір, өткен мен бүгін және атар әр күн. Тарихтың қойнауында сыр жетеді ақын, шындықты жырлайды жылдардан ғасырға оқиғасы оның. Бұл біздің